жырына қоспаған ақындар кемде кем. Неге ақындар қайыңмен сыр бөліседі? Ерекшелігі неде? Шашубай ақын ақ қайың, қызыл қайың, сырлы қайың баласы Қошқарбайдың Шашубаймын десе, Абай Крыловтан аударған өлеңінде мен көрдім ұзын қайың құлағанын дейді. Құрманғазының қызыл қайың, Байжігіттің қайың сауған деген күйлері бар. Қазақтың бір тарихында қиын кезеңдерде қайың сауған, ел ауған деген сөз тіркестері қолданады. Ақтабан шұбырындағы жұт жылын қайың сауған, ақтышқан жылы деп айтады. Өйткені сол ашаршылық жылдарында біздің бабаларымыз қайың сауып, соның шырын ішіп аман қалған. Және тағы екінші бір қыры, мына өмір ақ пен қара сияқты болса, сол ақ пен қара қайыңның болмысында ерекше орын тапқан, әдемі көрініс беріп тұрады. Мұқағали ақын жапырақ жүрек жас қайың, жанымды айырбастайын деген кездегі бұл сөздің астарында да ол қайыңның бойындағы ағып жатқан шырын адамның ағзасында қан сияқты. Егер біз сол шырынды мөлшерден тыс көп ағызып алса, қайың өліп қалады екен. Және де Мұқағали айтады, келер заманның құрдасы дейді. Өйткені қайың 150 жыл өмір сүреді, кейбір түрлері 250 жылға дейін жайқалып тұра береді екен. Мұқағали ақынның қайыңмен сырласқан жапырақ жүрек жас қайың әнін бүгінде иісі қазақ бәрі біледі. Бірақ осы әннің шығу тарихын, авторы кім, алғаш рет қай жерде орындалды, бәріміз біле бермейміз. Олай болса, бүгін осы сауалдардың жауабын білуге сәті түсіп тұр, бірге тыңдайық. жылы көктемде Лениншіл жас газетіне Мұқағали ағаның қайтыс болғаны туралы хабар шықты. Мұқағали ағаның бір бет өлең шығыпты. Ойпырмай, енді ғана түсініп келе жатқан едік бізде. Енді ғана балалық дәурен өтіп жұмысқа орналасып, енді ғана кәдімгі азамат сияқты әр нәрсенің мәніне барып, әр нәрсені оқып, жаңағы қанатымызды енді қаға бастаған кезде, Мұқаңды енді оқып, енді бір керемет рақатқа батып, ғаламат поэзияның бір әдемі бір рухымен қанаттанып келе жатқан кезде, аяқ астынан Мұқағали ақын қайтыс болды деген хабар жаңағы Лениншіл жастың бір беті әлі күнге дейін сақтаулы менде сол газет. Соны оқып отырып, көзіме жас келіп, жаңағы ішінде жапырақ жүрек жас қайың деген жаңағы өлеңі бар екен. Тура бірден маған Мұқағали ағаның бүткіл ана өн бойындағы айта алмаған, жеткізе алмаған ойын табиғатпен астасып отырып, табиғатқа сырын емес, азабын бүткіл ішінде күйігін шертіп, соған тапсырып кеткендей бір керемет рух алдым ана өлеңнен. Марттың аяғы еді бұл. Біз енді гастрольге кетейік деп жатқан кезіміз еді. Апрельдің басында бұл. Содан ана газетті өзіммен бірге алып кеттім. Сол сәтте өзі 1-2 күннің ішінде анадан ән шықты жаңағы. Өйткені ана ұғым. Жапырақ жүрек жас қайың, жанымды айырбастайын деп басталатын. Басқаша бір музыкалық, басқаша бір ұғым үн оған келмейтін сияқты. Осындай болу керек сияқты болып маған көрінді. Біз Үшарал жақта гастрольде жүредік. Ол бір ғажап күн болды. Мен өзіммен өзім әнді шығарып, өзіммен өзім боздап, Мұқаның бүткіл айтайын деген, енді бүгінде мен енді пісіп қатып, өмірдің көптеген нәрсесіне кәдімгі төзіммен қарайтындай жасқа келген кезіміз ғой. Ол кезде менің жүрегім езіле беретін. Ол кісінің үні, жаны бәрі менімен бірге жүретін. Ол уақытта гастроль деген бар, 3 айлық гастрольде жүреміз. Алакөлде түн ішінде, сонымен ұйқым келмеді де,
орнынан тұрып кетіп барып Алакөлдің жағасына барсам, балықшылар балық аулап жатыр екен. Сол балықты қайықпен алып келіп, кәдімгі небір ірі қазақтың азаматтары, мына Шыңғыс Айтматовтың кәдімгі едігелері сияқты сондай азаматтар келіп, соң қасына қарап тұрдым да, сол түннің жарым болған екен, қой енді ертең тағы да спектакль бар ғой деп, сол қайтып келе жатсам, біздің жатқан гостиницамыздың енді қонақ үй дейтін де бір қонақ үй емес, бір кішкентай ғана Рыбачий деген ғана бір ауыл, сол жерде светі жанып тұр екен. Ойладым, мына свет жанып қалған екен ғой деп. Соны ішке кіріп келсем, тура ортаға сол кіреберісте бір фойесі бар екен. Сол жерге столдың үстінде, жаңағы столдың үстінде қолында қаламы, қағазы бар, Алмақан отыр. Жұрттың бәрі ұйықтап жатыр, жалғыз ұйықтамай Алмақан отыр. Соң Алмақан маған айтты, Оразалы бір тыңдашы, бір әдемі ән шығып тұрған сияқты. Осы әнді тыңдашы деп. Сол уақытта мен, сол түні мен Аққайың деген Алмақанның керемет сұлу әнінің мен куәгері болдым. Жапырақ жүрек жасқайын, жанымды айырбастайын. Сен адам бола бастасаң, мен қайың бола бастайын. Келісесің бе жасқайын? Үшіралдың бір халық театры бар еді о кезде, Алакөлдің. Солар бізді бір кешкі спектакльге дейін орманның ішінде үлкен дастархан жасап неге шақырды. Олар да енді өздерінше енді ұят болады, біздің облысымызға әртеледі. Бізде ол кезде 76 жыл небәрі, бір-ақ жыл болған ашылғанымызға. Содан дүркіреп, өзеннің жағасына керемет қып дастархан жайған. Содан бәрі отырғаннан кейін түстің кезі. Содан мен айттым, осылай Мұқағали ақынның білесіңдер, дүниеден өтіп кетті. Сол кісінің осындай жапырақ жүрек жасқайын деген өлеңіне ән шығардым. Ал тыңдаңдар. Ол кезде ауыз жаппай ән айтатын кезіміз ғой. Айтпа десе де айта беретін. Бір орындыққа отырып алып, бір неге табуретіме бір нәрсе әкеп қойды. Содан отырмыз. Бұлай үлкен дастархан, бәрі отырған кез. Отырып алып тұрағым, жапырақ жүрек жасқайын деп. Сарнап отырым. Бір сәтте бір кішкентай ғана бұлт келді дағы, сенесіз бе? Бұлай ап-ашық тұрған, дәл осында жарқырап тұрған күн сіркіреп тұрып, бір сіркіреп жауатын күн болады ғой, ақ жауын. Бір 3 минут па білмеймін. Бізге енді ұзақ сияқты 5 минут сияқты көрінгенмен, 2 минут, 3 минут шығар. Түгел дастархан, бүткіл жасап қойған дүние, соның үстіне бірақ мына ғажапты көріңіз. Әнді мен тоқтатпаймын, аналар асты жаппайды. Бүткіл отырған әртістер түгел отырмыз. Әнмен бірге жаңа бастан сорғалап су кетіп жатыр. Бүйтіп айтқан кезде. Содан кейін барып тоқтады анау. Жаңа кішкентай бір жауын. Әлі күнге дейін таң қалам. Бұл қай құдірет, не құдірет? Құдіреттің күшін-ай. Мұқаңның көз жасы ма? Жоқ әлде Мұқаңның ризашылығы ма? Мұқаңның үні жетті ме екен? Әлде айналайын-ай менің жете алмаған үнімді жеткіздің ау деді ме екен? Білмеймін жаным. Бұл қайсы Алланың құдіреті екенін білмеймін. Көрінер мүмкін кім керсіз, өмірімді маған бір берші. Дүрбелең мына дүниені, қайың көзіммен бір көрші. Қайың боп менде бағайын, орманнан орным табайын. Беймәлім маған өмірге, қайың көзіммен қарайын. Сен дағы жерден нәр алдың, мен дағы жерден нәр алдым. Біреуден сен де жар алдың, біреуден мен де жар алдым. Жапырақ жүрек жасқайын дейтін әнін тыңдаған сайын адам еріксіз бір жаққа сезімді қанатына мінеді. Еріксіз бір құдіретті ойдың бір жалына отырғандай болып, ішіңе басқа бір бөтен дүние келеді, төтен дүние келеді. Мұқағалиға жете қабыл, Мұқағалидың өзінің ойын дәл осылай әнмен өрнектеу, менің ойымша табиғаттың бір ерекше бірге қасиеті, таланттың ұқсастығы деп айтуға да болады. Ағасына тартқан қарындастың бойындағы осы бір үлкен дарын
Алмаханның әніне қуат беріп отыр. Алмаханның әніне бір қазақ үлкен сипат беріп отыр. Адамшылық бір қасиеттер береді. Мендегі бары бір жүрек, ол өлсе мәңгі кеткенім. Сендегі семсемің жүрек, келгенде жасып көктемің, тірілер қайта дүркіреп. Мұқағали мен Алмаханның бір жерден, бір елден, бір топырақтан шыққаны, бір судан ішкені, сол бір аспанға, бір жұлдызға қарағаны бірін-бірін толықтыратын секілді. Мен өзіме ойлаймын кейде, егер Мұқаң тірі болса, Мұқағали тірі болса, сол өзінің сөздерінен шығарған әндердің ішіндегі сүйіктісі де, бірі де бірегейі жас қайың болар ма деп ойлаймын. Жапырақ жүрек жас қайың, жанымызда айырбастайық. Адам боп тұрсаң қасқайып, қайың боп тұрам қасқайып. Келісемісің жас қайың, келісемісің жас қайың, келісемісің жас қайың, келісемісің жас қайың, тәуекел айырбастайық. Содан көпке дейін бұл әннің кімдікі екенін халық білмеді ғой. Енді оны ойлаған, маған ештеңенің керегі жоқ. Мұқағали ағаның үні, Мұқағали ағаның айтылмай кеткен. Енді ол әнде бір нәрсе бар, білесіз бе? Туралап айтылатын нәрсе жоқ ол жерде. Сөзінде де, әнінде де. Ол жерде бір рухтың бір күңіренген бір дүниесі бар. Табиғатпен астасып күңіреніп, қайта соғып, қайта соғып, қайта келіп жататын бір дүние бар. Сол табылғандықтан да шығар, сол ән. Содан біресе Кенжебаев дейді, біресе Бірдеңебаев дейді. Ана айтатын адамдар неше түрлі қылып айтты да. Кейін ана Мақпалға айттым, айналайын, сен менің фамилиямды айтшы ана жерде, менің әнімде екен. Енді уже өйткені талан-таражға түсе бастады. Мұқағали ағанікі десе мен шаруам жоқ. Мен Мұқағали ағаның аты шықса болды деп жүрген едім ғой. Бірақ кейінгі жылдар талан-тараж болғаннан кейін айттым, менің фамилиямды айтыңдар шамасы, өйткені мүлдем болмайды ғой енді, халық әні деп шықты біреулер. Көрінер мүмкін кім келсе, өміріңді маған бір берші. Дүрбелең мына дүниеге қайын көзіңмен бір көріші. Сырым Батырдың жандағы жігіттерге риза болған Хиуа ханы: «Ей Сырым, сенің жандағы жігіттер өзің сияқты батыр екен. Қабырғасы қанша майысса да опырылып сынбайтын қызыл қайың бір серпер екен» деп баға беріпті. Мұқағалидың қайыңменен тілдесуі, қайыңмен сыр бөлісуі, қайыңменен өмір сүрейік, алмасып деп айтудың астарында осындай бір дүние жатыр. Мұқағали да тағдыр оны сан мәрте қабырғасын қайыстырды, майыстырды, бірақ опырылып сынбады. Ол өзінің болмысындағы дүниені осы қайыңнан көріп, осы сырын қайыңмен бөлісті деп ойлаймын. Осы ақынның ішкі дүниесімен үйлесім тапқан «Жапырақ жүрек жас қайың» әні ақынның өзі айтқандай, бұл заманның да, келер заманның да құрдасы болатыны анық.